Ендеше бізде үй тапсырмасын бастайтын олигарх Алтықарасу. Сонымен көреміз достар, Қазақстан дауысы бағдарламасы біздің нұсқамызда. Сонымен ауылдағы өсек дауысы. Қасқа ана Сәрсенбайдың қызы бар емес пе? Үйінде жатып алып екі қабат болып қалыпты ғой. Пуш! Там екі қабат болып қалған. Кімден? Ана Жұмағұлдың баласынан дей ма, білмеймін біреуден. Менен бөле қорып кеттім ғой. Сосын ана Бекболаттың қызы бар емес пе? Сосын? Сол дейтін ше, жақында ана байға тиген жоқ па? Қайтып беріпті. Ой, қайтып келе бай. Жақында ана қайтып беріпті. Білдім ғой мен қайтып келеді. Сосын ана Тұрардың қызы бар емес пе? Қалай екенін жаман қыз болып кетті ғой. Кеудесін сыртып алған, иегін сыртып алған. Пытык дейді кнопка, почему не работает? Где механика, где тракторист вообще? Уф, наконец-то. Гүлжапырақ, сенің өсегің мне очень нравится, да? Сенің өсегіңді тыңдап, бүкіл Қазақстан рахаттанды деп ойлаймын. Сенің өсегің Алтықарасу ауылын барлық Қазақстанға танытады деген ойдамын. Гүлжапырақ, сенің өсегің ұнап жатыр. Мен саған вообще қосылып кетіп жатырмын ғой, шыдай алмай баратырмын. Саған тек вокалмен жұмыс жасау керек. Сен бір вообще кереметсің. Сосын жай сөйлеңізші, тез сөйлесіп, мен сізге ілесе алмай жатырмын. Гүлжапырақ, сенің өсегің да мне очень нравится, да? Кратильный, да? Сенің өсегіңді тыңдап, қазақтың қызы, қазақтың қызы, Тұрардың қызы, кеудесін ернін ісіріп дегенде мен жүрегім қақ айырылды. Мен жылағым келді. Бірақ мен қазір жыламай, үйге барғасын міндетті түрде жылайтын боламын. Міндетті түрде көпшікті құшақтап жылайтын боламын. Сосын сенің өсегің, сені болашақта ардагерлер өсекшісіне ұсынғым келеді. Және эфир бітті ғой да, қыздар? Бітті ғой? Бітті мәне. Онда өзіміз шаймен бір өсекті ұрмадық па? Кет. Сөз соңында чемпиондыққа бір қадам қалған олигарх құрамасы. Рахмет, Шұбар. Рахмет. Олигарх құрамасының жетекшісіне зор алғысымызды білдіреміз. Ешқандай жайдарманға негізі, ғабиден солай ғой да? Ешқандай жайдарманға ешқандай қатысы жоқ. Мектептегі тәлімгер, бірақ ұстаз, бірақ соған қарамастан 2 жыл бойы осы жалпы балдарды жайдарман ойындардан қалмасын деп жетелеп жүрген ұстазымызға, Мөлдір ханымға қошемет білдіріп қойыңыздар.